Менде қарыз намаздар көп. Санын толық білбейм. Болушунча 500-600 қайсы намаздар екенін дағы білбейм. Қанчасын оқысам болады. Жана мен мұрда намазды сөзсіз ғусыл менен оқуй екен деп білбейт елем. Ошолорду дағы қайта оқып шығышым керек пе? Ошо намаздар қарыз болып есептелени. Мындай. Қарыз намаз қанша екенін білбесеңіз, бол жолды қыласыз. Мысалы, мен сұрашым мүмкін да сізден чымды деп. Жашыңыз қанша деп. Сіз айттыңыз 40-қа шықтым. Машалла. Қанчанчы жыл намаз баштадыңыз? Оңой эле да эми. 10 жыл болды намаз окуганыма. Жакшы, мына жакта 30 экен ал. Так, балагатка толгон эстеби? Жок. Все. Эсте болбосо 12ден ала бересиз. Дагы 18 жыл каза. Мисалы да, бул жолдо эле чыгара бересиз, ал оңой эле ал. Калган Алла райымдуу. Калган окуй бериңиз, бисмилла депчи. Анан каза намаз окуганга сөзсүз гусулдун кереги жок. Гусулганда эгерде түшүркөп калсаңыз же аялыңызга жакындасаңыз, ошондо анан гусул болот. Гусул дайым эле боло бербейт. Фарыз ошондо болот. Албетте сүннет жумасына бир жолу жуунуп коюңуз.